Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз сіздің көңіл күйіңізді көтеру мүмкін. Сондықтан видеоны аяғына дейін көргеніңіз жөн. Және лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоны жіберіп алмайсыз. Бұл видеода үлкен көлік дөңгелегі адамдарға зақымын тигізер жаздады. Бұл адам көлік ұрламақшы болды, бірақ бұл адам GTA ойынындағыдай ұрлағысы келген секілді. Мына видеодан кейін адам даяшсыз кафеге барғысы келмейтін шығар. Бұл әйел кішкентай кезінде гимнастикаға қатысқан болатын, ал қазір оған гимнастиканың пайдасы тиді. Ресейдегі мына жағдайға қараңыз. Бұл адам телефонға қатты қызығып кеткен, немесе бұл адамның әйелі осылайынан күнде құлайтын секілді. Бұл адам есікті ашамын деп есік тұтқасындағы жыланды ұмытып кеткен секілді. Бұл хаски иесінің орнына тапсырыс қабылдайтын ақылды жануар екені көрініп тұр. Бұл ит мына адамнан бір нәрсені сезген секілді.
Бұл адамдар жұмыс кезінде іштері пыспайтын секілді. Мына мотоциклдердің үстіне үлкен белгісіз нәрсе құлап түсті. После Бұл адам мықты қылам деп тыртық қылды. Бұл видеода мына адам қоқысты тастаймын деп қоқыс жәшігімен бірге тастап жіберді, бірақ оған алаңдамай өзінің жұмысын жалғастыра берді. Бұл адам осы жасағанын камераға түсірмегенде ешкім сенбес еді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.